10 физика 4-ші тоқсанға арналған БЖБ1. А нүктесіндегі Б тең болады Б1 қосылған Б2 магнит өрісінің бойымен I1 және I2 бірдей тоқтар ағып, сурет жазықтығына перпендикуляр орналасқан. А және В жағдайлары берілген өткізгіштер тудырады. Әр жағдай үшін А нүктесіндегі В және В2 векторының бағытын анықтаңыз деген. Енді біз мынау А жағдай үшін анықтап қойдық бағытын. Қараңыздар, жалпы бұл қалай? Мынау тоқта точка тұратын болса, ол бізге қарай болып келатқан болса, онда мынандай думалақ сызық сызатын болса, оның магнит өрісі міне былай қарай болады, бағыты. Міне былай қарай. Дәл солай, егер де міне А2 ол жерде X тұратын болса, бұл тоқ бізден ары қарай деген сөз, бізден ары қарай болатын болса, оң қолға салатын болсақ, мына бас бармағымыз тоқтың бағытымен болады, ал қалған 4 саусақ бізде былай сағат тілінің бағытын көрсетіп тұрады. Не? Сол себепті қараңыздар, екі жақта да жоғары қарай болады. Анық түйсінде. Дәл солай келесі бізде бысында. Бізде қараңыздар, жаңа айтып өттік. I1 деген нәрсе, ол қараңыздар бізден ары қарай кетіп бара жатыр. Тоғымыз. Онда оның магнит өрісі, мына 4 саусағымыз бізде уже мына жақта астыға қарап қалады, былай сағат тілінің бағытымен бағыттас болады. Ал енді мына жерде тош сондай. Қараңыздар, бізде тоқ бізден ары қарай кетіп бара жатыр, значит магнит өрісі сағат тілінің бағытымен бағыттас деген сөз. Міне, сонда мына жерде I2 үшін жоғары қарап тұрады магнит өрісі, ал I1 үшін магнит өрісі мына А нүктесінде төмен қарап тұрады. Енді айтады, өткізгіштердің өзара әрекеттесу туралы қорытынды жасаңыз дейді. Бізде қараңыздар, екеуі бағыттас болған екен, бір-бірімен қосамыз. B1 қосылған B2 тең болады 2B-ға. Бір-біріне қарама-қарсы B1 минус B2 0-ге тең болады. Кетіп келесі. Вилсон камерасы зарядталған бөлшектерді бақылауға мүмкіндік беретін құрылғы. Ол біртекті магнит өрісіне орналастырылған шыныдан жасалған герметикалық жабық ыдыс. Сурет ішінде біртекті магнит өрісі тудырылған Вилсон камерасы бейнеленген. Камера ішіндегі магнит өрісінің бағытын анықтаңыз. Вилсон камерасы көмегімен зарядталған бөлшекті сипаттайтын қандай екі шама туралы мәлімет алуға болады дейді. Вилсон камерасы көмегімен зарядталған бөлшек сипаттайтын қандай екі шама туралы мәлімет алуға болады. Магнит өрісінің бағыты бізден ары қарай, міне X болып тұр ғой. X деген сөз магнит өрісінің бағыты бізден ары қарай деген сөз. Егер Вилсон камерасы магнит өрісіне орналастырылса, онда бөлшектің қозғалыс траекториясын анықтай отырып, біз бөлшектің заряд белгісін, оның массасын, энергиясын, зарядын анықтай аламыз. Егер де физикадан БЖБ, ТЖБ-ға есептерге көмек керек болса, мына WhatsApp нөмірге жазсаңыз болады. Келесі. Камераға электрон, протон, нейтрон, альфа бөлшек ұшып кірді. Бөлшектердің тіректері суретте 1, 2, 3, 4 цифралармен көрсетілген. Осы бөлшектер мен тіректер нөмірін сәйкестендіріңіз дейді. Бізде электрон, ол мынау екінші бөлшек болады. Дәл солай протон, ол бізде мынау үшінші бөлшек. Міне мынау бізде протон. Дәл солай альфа бөлшек, ол бізде төртінші бөлшек. Міне мынау бізде альфа. Дәл солай нейтрон, ол бізде міне мынау бірінші бөлшек. Келесі. Дунаттар деген не үшін қолданылады? Күшті магниттердің полюстері арасында вакуумды камера қойылды. Камера ішінде екі жарты цилиндрлі қуыс қорап орналастырылады. Бұларды дунаттар деп атайды. Дунаттарға айнымалы кернеу беріледі. Келесі. Осы сызбадағы магнит және электр өрістерінің рөлін түсіндіріңіз. Магниттің тудыратын магнит өрісі біртекті және дунаттардың жазықтығына перпендикуляр болады. Егер зарядталған бөлшектерді дунаттардың арасына қойса, электр өрісінің әсерінен үдейі қозғалып, бірінші дунат ішке кіреді. Бөлшекке енді магнит өрісі әсер етіп, бөлшек жарты шеңбер жасап қайта дунат арасындағы саңылауға келеді. Бұл уақытта дунаттардың полярлығы өзгереді. Бөлек тағы үдеу алып, екінші дунат электродына ішіне кіреді. Осылай бөлшек әрбір жарты шеңберде жүрген сайын энергиясын арттырып отырады. Келесі. Заттың магниттік өтімділігі ұғымына анықтама беріңіз дейді. Ферромагниттердің басты үш қасиетін көрсетіңіз. Ферромагниттерге жататын заттардың астын сызыңыз дейді. Бізде ферромагниттерге жататын заттар ол никель, кобальт, темір болады.
Ал енді астында айтқан ғой біздің заттың магниттік өтімділігі ұғымына анықтама беріңіз. Заттың магниттік өтімділігі μ бұл ортаның магниттік қасиеттерін сипаттайтын өлшемдік сама, және ол ортаның В магнит индукциясы векторының модулінің кеңістіктің сол нүктесіндегі вакуумдағы В0 магнит индукциясы векторының модулінің қатынасына тең болады. Міне оның формасында да μ тең болады B бөлінген B0. Ал енді айтады, ферромагниттердің басты үш қасиетін көрсетіңіз. Әрбір ферромагниттің Q температурасы деп аталатын белгілі бір температурасы болады. 2. Ферромагниттер жұмсақ және қатаң магнит деп аталатын екі үлкен топқа бөлінеді. 3. Магнит өтімділігі тұрақты бола. 3-ші қасиет. Осымен менің БЖБ талдауым аяқталды. Егер БЖБ талдауы ұнаса, каналға тіркел, лайк басып, қоңырау шаршысын басып қой. Осы БЖБ талдауды достарыңа тарат. Егер де физикадан ТЖБ БЖБ-ға көмек керек болса, мына WhatsApp нөмірге жазсаңыз болады.